әліпбиге арналған балалар тақпақтарымыз бар ма дайындаған? Иә! Әліпбиге арналған тақпақтарымыз енді айтамыз, иә? Ал Абдумалик келе ғой. Әліпте жайғасыңыз. Рахмет саған әліпби. Көп нәрсені үйреттің. Таныстырып әліппен тақылдат суреттің. Қолыңыз қалтаңызға шығарыңыз. Бар кітапқа әліпби ғылым ағасын. әліпбеден ой жарайсыз. Біліпке сонда бастаған әліпбек саған ұталғын. Оқты ұратты тастаған әліпбек саған білікті бізде әліпбе. Дербес әріпке сөз Мен алғаш алған әліппені қызығып қарай бердім әліптеге. Мен үшін жұмбақ болып қалар еді, ұстазым он кітін алып берді. Кітаптарды шашпаймын, тексерерді, жинап қызығы ұйымастаймын. Аламын, ағызғы сурет аламын. Балалар әдеп отырайықшы. Балалар әдеп отырайықшы. Мақтағыз бен мысық болыпты. Мақтағыз үйін жинап жүріп біріне ұстау болар. Мысықты шақырып. Мысығым. Неге деп қоясың? Мен ондай сенің сүтіңді қуатқа. Мен сенің қираныңды мақтағыз менің қиранымды қайтаршы. Мақтағыз менің қиранымды қайтар. Сен бірінші маған сәкемді жарайды. Сен бар. Қыздар келе жатыр. Aldın mı? Bilgiye bakın erkekler var. Şimdi bir uçları var. Bir usta var. Bir usta var. Erkekler. Ne? Allah yemek. Meni siyağan su. Ağaç kapıyor. Ağaç meni siyağan su. Ağaç ne bilir? Yaprak bilir, yaprak. Sirga bilir. Siyır. Балалар, бұл жерде жақсы жарайсыңдар. Шапалақ ұрып қоясың. Яғни мес, бір-біріңізбен не істеуіңіз керек екенсіз? Ұрыспай, тату болуыңыз керек екен, иә? Түсінікті ма балалар? Жақсы, отырамыз.
дейсіздер. Бірінші бастамамыз деп есептеңіздер. Әлі талай жиындарды өткіземіз. Бастауыш сыныпты 4-ші сыныпқа шейін 11-ге дейін одан да жоғарғы деңгейлерде өтетін болады. Кейінгі деңгей өтетін сайыста осындай ұйымдастырған тәрбие сағаттарымызды, сынып сағатымызды үлкен дәрежеде өтеді деп сеніммен айта аламын. Енді бастамамыз өзімізге негізі күніге дайындықта ұнап жүрген бүгін техника ақаулар болып қалды, оған айып етпейсіздер. Енді осы біздің әліпбимен қоштасуға мен кішкене балаларға жаңа не дейді ғой, мотивация дейді ғой, сәл жігерлендіру үшін, осындай күш қуат беру үшін, алға қарай балалар ынталану үшін, алға қарай жақсы жүру үшін осындай кішігірім балаларға мақтау диплом бергім келіп тұр. Соны тезірек табыстап жүрейін, балалар, иә? Барлықтарың сөздерін бірге оқиын, балалар. Әліпби оқулығын аяқтаған үшін енді біз жаза білеміз. Әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз. Сүйікті біздің әліппе. Құрметті Әбдимұрат Айсұлтан, сені бар ғылымның беташар әліппені табыстар аяқтауыңмен құттықтаймын. Балалар фамилияларыңды оқыған кезде келіп алып кетеміз. Түсінікті аяп келе қояды Айсұлтан. Жарайсың, Айсұлтан өңбе жақсы мамасына үлкен рахмет айтамын, күніге жақсы сабағына қарап отырады. Әбдірахман Нұрдәулетке сабағын жақсы оқиды деген алдағы сеніммен беріп жатырмын. Алясқаға өте жақсы, өте пысық бала, сабағын өте жақсы оқиды деген сенімдемін. Әбдірахман Нұрмұхамедтікі саған кетіп қалды. Нұрмұхамед. Жарайсыңдар балалар. Бейімбекұлы Дінмұхамед. Оңласпай Нұржігіт. Бірінші жігітті сыйлаған. Абдумалик, Рашид Абдумалик. Садықжан Төре. Сапарбек Ердәулес. Сүлейманов Алимдар, Төрехан Ислам, Тұрмағамбет Сезім қыздарымыз. Сезім бүгін кетіп қалды, мама салып кетті. Тәңірберді Аруна, сені бар ғылымның беташар әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймын. Қыздарыңды де барлығы бірдей. Смайл Мадина. Искандер Улмекен, Жүсіпбек Қасиет, Жүсіпбек Маржан өте ақылды, Інжу де өте жақсы қыз, Раяна, Зерханова Қарақат, Бұрхан Каусар, Бақдиева Елеп, балалар, алымызға қойып отырамыз. Қазір мен айтамын. Ануар Медина. Медина өте жақсы, апасынан үлкен рахмет етамыз, өте тәртіпті. Маулешова Айсәуле. Айсәуле. Бізде Айсәуле. Ал ата-аналар. Балалар, сендерге ұнады ма? Бүгінгі шағымыз ұнады ма? Жақсы, әліппені жақсы аяқтадық. Енді ана тілді жақсы оқимыз ба? Жақсы, алдағы уақытта көреміз. Осымен біздің әліппемен кішкене қош рахмет саған әліппеміз аяқталды. Ата-аналар, балаларға айтар тілектеріңіз болса, балаларға жаңағы жақсы сөздеріңіз болатын болса, мархабат, апалар. Апалар әуде жіберіңіздер. Балаларымыз, немерелеріміз енді барлық әке-шешелердің үміттерін ақтап, апайларының армандарына жеткізу сендердің қолдарыңда. Сендер жақсы білім алып, осы мектептен жақсы оқып, жақсы тәрбиелі бала болып шығыңдар.
Сендерге ақ жол тілейміз. Жақсы оқуларды бітіріп, жақсы маман иелері болып шығыңдар деген үміттерменен отырмыз. Барлықтарыңа рахмет, ата-аналарға да, апайға да рахмет, осыншалықты балдардың тәрбиесіне көңіл бөліп жатқан апайымызға рахмет сізге. Келе жатқан жаңа жылдарың құтты болсын деймін. Жаңа жылда жақсы табыстарға жетіп, барлықтарыңыздың үйлерінде тек қана жақсылық болсын деймін. Жақсы оқыңдар балалар болып. Әндерін, тақпақтарын өте тамаша. Бәрі өте жақсы демалып қалды. Енді әрсенмен қостасын ана тілде болды, иә балдар? Енді ана тілде оқисыңдар, үйде ертең оқып бересің інілеріне, сіңлілеріне, әжелеріне ертең оқып бересіңдер енді. Енді білімдерін бұдан да жоғарылай берсін, қалайса. Тек ақылды балалар болыңдар, ақылды, білімді болсындар, бәрі жерде алда боласыңдар. Дендерің сау болсын, тек біздің көз қуанышымыз болып жүре беріңдер. Мына апайны үлкен рахмет. Бастауыш сыныптың мұғалімін өте қадірлеймін. Өзі 40 мектепте мұғалім болған, бірақ осы сынып келгенде бастауыштың еңбегі өте күшті. Мысалы үшін бір життай әлі життай мынау ручка ұстай балаларды үйретіп, әріпті үйретіп отқан апайына үлкен рахмет. Рахмет. Жаңа жылдар құтты болсын.